Саламатсыздар ма? Мен есім Думан. Туылған кезден бастап ДЦП деген ауру бар, балалар сал ауруы. Сонымен ауырам. Не үшін айтып жатсыздар десе, просто пітірлеріңіз болса қалтада тастап кете берсеңіздер болады. Сіздер қиналмасын деп өзім кеп тұрмын алдағаныңызға. Если что, налог төлеймін, қой, уайымдамаңыздар. Бәрі дұрыс болады. Мен Шымкенттен келгендер бар ма? Шапалға ұрып қойыңыздаршы. Бәрің бір шетке жиналып қалсыңдар ғой. Нема, сендерді авиациялық арзан билеттер жүйесі арқылы тауып келдіңдер ма билет? Дұрыс. Осы жерде шапалға ұрсаңдаршы, бәрін ұрдыңдар ғой. Байқадыңдар ма, шымкенттіктер алматылықтарға бір Африка сияқты. Жалпы Шымкенттің бар екенін білетті. Чисто шымкенттіктерге айтып жатырмын ғой, сендер түсінбейсіңдер. Шымкенттің жалпы бар екенін білетті, бірақ бізден тек қана жаман хабарлар жеткен ғой. Тағы африкалықтарға ұқсайтынбыз, бізді көшеде айналып өтеді, бүйтіп жетпен, байқадыңдар ма? Мен негізі сахнаға шыққан кезде отыратындығым, отырып айтатындығым, өйткені тұрып айтсам, жұрттар ыңғайсызданып кетеді кәдімгідей. Орын беріп, қалтасынан майда тиын іздеп. Өйтіп қиналмақ қойыңдар, тұрып айта берейін бүгін. Бірақ бір байқаған, ораза кезінде бәрі қайырымды болып кетеді екен жай. Не үшін өйтіп ойладым десем, бір ретте остановкада тұрған кезде сумкамнан бутылка суым түсіп қалады. Сөйтіп 3 адам бірдей атылады ғанан көтеруге. Бірақ мен өзім бірінші көтеріп қойдым. Сөйтіп аналарға қарағанда ялып кеттім. Жігіттер айып етпеңдер. Артынан жүре беріңдер. Тағы да көмек керек болып қалар. Сауаптарынан айырмайын деп. Сосын байқаған, негізі орыс тілінде инвалидтерді белгілеуге бір-ақ сөз бар. Инвалид. Қазақтар болса артылып қалған сөзін бәрін сояқа беріп жерген сияқты. Мүгедек, жарымжан, ғаріп, қисық, ақсақ. Как будто 7 адамды айтып жатқан сияқтында ерді. Біздің үйдегілер мені тәрбиелеген кезде ертең Думан мектепке барады. Оны ертең мазақтайды, так что өзіміз мазақтап бастайық, тіл үйренсін дейді. Сөйтіп мен сол кезден бастап қисық деп атайтын болды. Қисық еркелеткен түрі сол шығар енді білмеймін. Сөйтіп мен енді үйдің заңдылығы осындай болса, дедім де әкеме барып жұмыссыз дейтін болдым. Онда құлақ үйреніп жүре берсін. Жігіттер енді сендерге сұрақ қандай бола ма? Торговый центрге барған кезде қыздар аяқ астынан жүрш киім көрейік дей салатыны. Кімде болады, шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Мен сондай болған кезде өмір мәмен KFC жеуге келгенім деймше. Бірақ тыңдамайды мені. Мен киім алуды ұнатпаймын, өйткені мен түрім іш киім ұрлайтын адам сияқты да. Жүрісім болса қосып тұрған сияқты. Вообще жақпайды маған андай. Мақыл енді бәріміз бір-бірімізге шынымен жауап берейік, өйткені маңызды сұрағым бар. Араларында қазақша порно көргендер бар ма? Асқар, неге шапалақ ұрғанын түсініп тұрсың ба? Сен өзің емес, басқа адамдарды түсетін киноны көріп жүрсің ғой сонда. Негізі Асқар молодец. Асқар мен сияқты порно патриот. Өз елін өндірісін қолдайды. Сендер кімді қолдап жүрсіңдер? Намыс қайда, ар қайда? Біз қолдамасақ кім қолдайды? Мен негізі бүкіл ондай видеоны көріп шықтым деп айтасызсам болады. Ұзақ уақыттаған жоқ, негізі уайымдамаңдар. Күнмен кетіп қалған жоқпын. Сөйтіп байқағаным, жаңағы сондай видеоларды өндіретін кісілер кез келген азиатты қазақ деп жаза салады екен. Кез келген анау кісі басын изеп отыр, сен де көрдің бе? Неғып шапалақ ұрмайсың жа? Сөйтіп кез келген азиатты қазақ деп жаза салады екен. Сол үшін мен бәрін көріп шықтым да, қазақ видеосын 3 айырмашылығын таптым. Біріншіден, бүкіл қазақтар сондай видео түсірсе, қойш түсірмеш деген сөзден басталады екен. Екіншіден, бүкіл сондай видео комнатта табылған ең ескі Nokia-ға түсірілген. Үшіншіден, қыздар бетін жасырады. Беташарғайдың түсірген ау шамасы. Мен негізі бұл әзілді басында орысша айтатындығым, сөйтіп жұрттар кеп сұрайды, беташар деген не деп. Мен мына кісілерге түсіндіру керек қой деп ойладым.
сөйтіп қалай айтсам болады беташар, былайша айтқанда жаңа түскен келіннің ампакингі дедім. Жаңа келін аламыз, обзор істейміз, туысқандар келеді, ақша береді, қанша қалдыңдар деп сұрайды. Бағасын айтамыз, қуасыңдар ма, барахолкада оптым, арзандау тұр ғой дейді. Мен де осымен бәрі рахмет. Кім біледі ағылшынша? Сапалық соғыңыздаршы. Вот саламатсыз ба? Сіз білесіз ба ағылшынша? Мен ба? Аздап. Давай мен сіз тексеріп көрейін қазір. Только өзі уровеньде тексеріп көрем. Келістік па? Hello. Hello. Біледина.